14 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, ардақты ағайын. Эфирде Ақиқат алаңы қоғамдық саяси ток-шоуы. Ақпараттық технологиялардың қарыштап дамып бара жатқан мына заманда IT саласы дамымаса, дамыған 30 елдің қатарынан көріну бізге жай арман боп қалары анық. Өйткені өркениетті елдердің барлығы осы сандық жүйеге көшіп, өнеркәсібінің дамуын және халқының әл-ауқатын жылдан жылға жақсартып келеді. Бұл бағытта біздің елімізде де цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы қабылданып жұмыс жасап келеді. Бүгін біз осы бағдарламаның аясында атқарылып жатқан жұмыстарға кеңінен тоқталмақпыз. Студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Алмат Қуанышбаев, грандмастер бағдарламалау мектебінің директоры. Сәбит Ибадулла, ақпараттық технологиялар орталығының директоры. Ғалымжан Ілкібаев, мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаментінің басқарма басшысы. Студиямызға қош келдіңіздер. Бүгін біз 4-ші өндірістік революция кезеңінде өмір сүріп жатырмыз. Және де осы сала бойынша елімізде түрлі жұмыстар атқарылып отыр. Осыған тоқталсақ, өздеріңіз қызмет ететін салаларда қандай игі бастамалар бар? Жалпы енді 4-ші өнеркәсіптік революция осы елімізге де келіп жетті. Осы бағытта көптеген жұмыстарда басталып кетті. Енді дегенмен 4-ші өнеркәсіптік революция жалпы өзінің мағынасында да қазіргі таңдағы барлық көптеген процестерді автоматтандыру, интеллектуалды жүйеге өткізу, және көп айтамыз қазіргі таңда виртуалды өмірге өткізу. Яғни көптеген жұмыстарды болмаса кез келген бір қызметтерге сәйкес бір лабораториялар жұмыс жасайтын кезде, мысалға, ол лабораторияны сатып алып, қолмен жасап атқаннан көрі, сол виртуалды әлемде жасап көріп, сол процестерді виртуальный очки арқылы көріп, сол жұмыстардың нәтижелерін алуға мүмкіндіктер болады. Яғни көптеген лабораторияның қажеті болмайды, бір бағдарламамен жасап, сол виртуалды әлемде өздерінің жұмыстарын жасауға да болады. Енді осы 4-ші өнеркәсіптік революция басталғаннан бастап осы мемлекет басшысы да елімізге мемлекеттік бағдарламасын ұсынды, яғни Қазақстан, цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы. Осы тұрғыда енді жалпы бұл IT бағытында ғана деп кейбір азаматтар ойлап қалады, дегенмен бұл яғни IT бағыты ғана емес, жалпы барлық салалардың автоматтандырылуы, барлық салалардың жеңілдетілуі, яғни адамдардың жақсы өмір сүруіне жаңағы үлкен үлесін қосатын жоба ретінде ойлаймыз. Яғни осы цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы аясында Smart City тұжырымдамасы ұсынылды. Яғни бұл біздің елімізде кез келген қала болсын, не болсын, ақылды қала ретінде ұсынылу. Қазіргі таңда көптеген туристер болсын, басқа да елдің азаматтары болсын, қазір елді таңдамайды, қазір әлемде жақсы қала, яғни безопасный қала, қауіпсіз қала және ақылды қала, міне жаңа технологиялар енген қаланы іздестіріп жүріп, сондай жаңадан ашылған қалаларға баруды қызық көреді. Міне сол сияқты бізде осы елімізде өзіміздің әр қаламызда, өңірімізде осындай Smart City жобасы бағытында егер жүзеге асырсақ, көптеген үлестеріміз қосылады. Енді осы тұрғыда бізде Қызылорда облысында 2018 жыл бойынша 40 жоба жоспарланып, оған 4,8 миллиард ақша қарастырылған. Оның қазіргі таңда 2018 жылдың аяғымен 29 жоба толықтай бітіп аяқталды. Оның 11-і келесі жылға өтпелі жоба болып, әрі қарай жалғасын табуда. Осы 2019-да ол жоба аяқталады. Яғни 2019-да оған қосымша тағы да жобалар қосылды. Жалпы 2019-ға ұсынылып отырған, пландап, жоспарлап отырған жобаларымыз бұл 52 жоба болып отыр қазіргі таңда. Ал оның сомасы, яғни ақшасы қазіргі таңда есептелуде, қаралуда. Енді Сәбит мырза, осы сұрада өзіңіз атап кеткен 29 жоба аяқталды дедіңіз. Солардың ішінде нақты нәтижеге жеткен жобалар бар ма? Мысалы, солға тоқталсақ. Әрине бар. Енді бұл үлкен жобалардың бірі, мысалға 112 бірыңғай дежурный диспетчерский. Сол 112
жүйесіне звондап, мысалға қазір біз бір ситуация болса 101-ге бір звондаймыз, 102-ге бір звондаймыз, сол сияқты болмас үшін 112-ге звондап бір хабарлама айтасыз, қалғандарын ар жағында 112 өздері диспетчерлері шешеді, кімді жіберу керек екенін, қай сала мамандарын жіберу керек екенін өздері шешіп, өздері сол уақытта реагировать етеді. Яғни қазіргі таңда бұның тиімділігі уақытта және тез арада жаңағы действие беру, яғни көмек көрсетудің жалпы автоматтандырылған бағдарламасы арқылы жүзеге асуы. Рахмет. Енді Ғалымжан мырза, сіздерден сұрасақ, сіздердің өзіңіз қызмет атқарып отқан агенттік тарапынан жаңа бір технологиялар деп біз естігеміз. Мына сотта виртуалды сот жүйесі дегендей бағдарлама қосылыпты. Егер де сот процесіне қатысушы тараптардың біреуі немесе бірнешеуі сот болып атқан қалаға бара алмайтын болса, өзінің тұрғылықты жер болмаса қай қалада сол қалаға бар соттан виртуал түрде сот процесіне қатысады екен. Осындай сіздерде агенттікте қандай бастамалар бар? Соған тоқталсақ. Жалпы бұл жаңа айтып өткен цифрлық Қазақстан аясында іске асырылып жатқан мәселелер соттағы. Енді бұл шыны керек агенттіктің тікелей өзінің қызметінде осы мемлекеттік қызметтерге байланысты бұл олардың сапасын бақылау және бағалау болып табылады. Дегенмен де мемлекеттік қызметтерді мынау электронды форматқа көшіру қазіргі осы 4-ші өнеркәсіптік революция кезеңінде мәселе бұл агенттіктің қатысуымен өтіп жатыр деуге де болады. Себебі мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің тізіліміне тиісті зерделеу жұмыстары жүргізіліп, және де осы мемлекеттік қызметтердің стандарттарына өзгерістер енгізу жөнінде біз тарапымыздан ұсыныстар беріледі. Соның негізінде орталық мемлекеттік органдар, жергілікті атқарушы органдар өздерінің тиісті құжаттарына өзгеріс енгізіп, электрондық форматқа көшіру бойынша жұмыстар жасайды. Енді жаңағы агенттіктің қазіргі таңда цифрлық жалпы бастамасы ретінде қазір бірден бір бұл мобильді қосымша, яғни мобильді агент, digital agent деп аталады. Бұл мемлекеттік көрсетілетін қызметтерге, қызмет алушы азаматтардың қызмет сапасына баға беруі онлайн режимде. Егерде қазіргі заңнамаға сәйкес тиісті мемлекеттік органға немесе біздің агенттікке және оның аумақтық департаментіне шағым беру мүмкіндігі болатын болса, осы мобильді қосымша арқылы сол мезетте, яғни қызметті алып отырған жерінде азамат тиісті бағасын бере алады. Яғни ол көңілі толады немесе толмайтындығы жөнінде мобильді қосымшаны пайдаланып өзінің бағасын жібереді. Ол автоматты түрде сол қызмет көрсететін мемлекеттік органға түседі техникалық қызметіне. Ол 5 минуттың ішінде бұл мәселені егерде сол қызмет беруші мемлекеттік орган шешпеген жағдайда одан ары қарай әрекет ететін агенттік болып табылады. Рахмет. Алмат мырза, бұл мемлекет тарапынан мемлекеттік қызметкерлер өз деңгейінде жұмыс атқарып жатыр. Енді сізден сұрайтынымыз, кәсіби бағдарламашы ретінде атқарылып жатқан жұмыстарға өздеріңіз енді ойларыңыз бар ғой, уәждеріңіз бар, соған тоқталсақ, бағдарламашылардың өзіндік қандай ойлар бар осыны жүзеге асыруда нақты және халыққа тиімді болу үшін? Қазақстан Республикасында өндірістік кәсіптің 4-ші революциясынан басталып кеткеніне біраз болды. Цифрлы Қазақстан бағдарламаны қабылданғанына да әрине мемлекеттік тарапынан өте жақсы қызметтер жасалып жатыр. Біздің егоп сайтымыздың өзіне тоқталғанның өзінде де біраз мемлекеттік қызметтерді онлайн режимде ала беруге болады. Соңғы қосылған үлгілері бұл Telegram желісінде, мессенджерінде адресной справка дейміз ғой. Сонда сол арқылы алуға болатынын мені таңғалдырды. Әрине, бір таңғалдырған мәселе бұл 14-14 бірыңғай қолдау орталығындағы виртуалды көмекшінің, кеңесшінің жұмысы қойылғаны. Сол қатты мені таңғалдырды. Әрине өте жақсы нәрсе. Жаңа біздің мемлекет тарапынан айтып жатқан қызметтердің барлығы жақсы істеліп жатыр. Жеке біздің бағдарламашылардың енді біз жеке сектор болып есептелінгеннен кейін сол бағыттан айтатын болсам, бізде, конечно, біраз автоматтандырылмаған жерлер өте көп. Оны бір себебін алатын болсақ, библиотека, кітапханалар.
мемлекеттік мектептерде кітапханалар қағаз жүзінде кітапты өткізу жөнінде жүр. Біз өзіміздің тарапымыздан, жеке бағдарламашылар, жеке сектордың тарапынан осы қазір мемлекеттік мекемелерге система электронной библиотеки деген бағдарлама портал ұсынып жатырмыз. Мемлекеттік жағынан қолдау болатын болса, сол порталды Қызылорда облысының 293 мектебіне енгізгіміз келген. Және де жалғыз бұл бағдарлама емес, бұл жерде біраз мектептерге арналған RFID деген системалары бар. Бұл системалар балалардың қауіпсіздігіне жауап береді. Біз нагрудный жетон дейміз, болмаса қолға тағатын сағат. Баланың кірген шыққан уақытысын ата-анасына, мобильдік құрылғысына, программасына сообщение барылып тұрады. То есть SMS түрінде балаңыз мектептен шықты, хабарлама келеді, болмаса мектепке кірді деген хабарламалар келіп тұрады. Біраз істелінетін жұмыстар бар. Біз енді бастап жатырмыз цифровой технологияда. Бұндай технологиялар басқа мемлекеттерде алда келе жатыр бізден. Ол мойындау керек, ол расынан. Және біраз программалар да бар біздің мектептің, бағдарламалау мектебінің балдарының ұсынып жатқаны, өздерінің күштерімен істеп жатқан сайттар, мобильдік құрылғылар. Енді бұл мемлекеттік мекемелерге емес балдардың істеп жатқандары, именно частный секторге арналған, жеке секторге арналған программалар. Енді барлығы жақсы болса, жылдың аяғына дейін ойластырып отырмыз, запуск береміз деп программаға. Рахмет, енді жаңа өзіңіз айтып кеткенде, жеке секторге де бағдарламалар жасап жатырмыз. Енді расында қарайтын болсақ, бұл Қазақстанда ақпараттандыру цифрлы форматқа көшіру, ол тек мемлекеттік мүдде емес. Ол жеке секторында өзінің мүддесі керек. Расында да егер де жеке сектор өзінің жұмысын жетілдіріп дамытам десе, онда ескі сарқыншақтардан бас тартып, жаңа технологияларды игеру. Бірақ осы игеру деңгейі өкінішке орай әлде де төмен. Мемлекеттік секторден әлде қайда алда болғанмен де біздің көздеп отқан межемізге әлде жетпей отыр. Осының бір кедергісін талқылайтын болсақ, неге жаңалықтарды толыққанды алғымыз келмейді? Жеке сектор бұл біріншіден жеке кәсіпкерлер бізде. Біздегі жеке кәсіпкерлер көбінесе, қалай айтсам екен, по старинке дейді ғой. Ескі форматта жұмыс жасаған қалайды біріншіден. Екіншіден жеке сектордегі именно жеке кәсіпкерлер біздегі бұл үлкен кісілер. Советтік Союздың тәрбиесінен шыққан кісілер болып есептелінеді. Оларға компьютер болса, оны өзі сол автоматтандырылған түр болып есептелінеді негізінен. Былай қарағанда олардың жұмыстарын барлығын автоматтандырып, және бағдарламалар орнатуға болады. Мысалға, біз данный момент бір бағдарлама, ол единая система обработки документ оборот программаласы бар, тоже қағаздар жөнінде. Бұл ішкі мекеменің өзінің сотрудниктерінің, қызметкерлерінің басшыларымен бір-біріне байланыс арқылы служебный записка деп айтамыз, қызмет хаттар, соны жіберу арқылы орнатылған программа автоматты түрінде жасауға болады. Көбінесе бұл жерде компьютерлік сауаттылық деп айтамыз ғой. Сол компьютерлік сауаттылықтың да төменділігінің бір мағынасы болып есептелінеді. Демек, біздің өңірімізде бұл саланың дамымауының негізгі себептерінің бірі бұл менталдық, соған төзбеушілік болып тұр. Баяғыша ақшаны қолмен санау дегендей, қағазды қолмен көріп, тауарды қолмен көрмейінше, оған сенбеушілік болып тұр дейді. Бәрін уақыт өзгертеді ғой, жаймен деп келе жатыр соғанда. Да, әрине, оған да келе жатыр. Халықта үйреніп келе жатыр, жастары тез көшуде, дегенмен артындағы ата-аналары, болмаса үлкен әже-аталары әлі сеніммен қарамайды. Бұл цифровой технология деген не ол деп жаңағы айтып отыр ғой, ішіндегі бар ақша, электронды ақшам жоқ болып кетеді деген сияқты. Сол стереотипті шамалы жоғалтсақ, қазір жастар өздері алса, әрі қарай сол өзінің үйіндегі жанұясына үйретсе, сол жалғасын тауып жақсы результатқа жетеміз деп ойлаймыз. Сонымен бірге жалпы енді жаңа Алмат мырза айтып өтті ғой, бұл жерде компьютерлік сауаттылықтың төмен деп айтуға болмайды, бірақ енді ол мәселе бар. Бірақ енді тиісті оқытулар жалпы әкімдік тарапынан, азаматтарға арналған үкімет тарапынан да оқытулар жүргізілуде. Электрондық үкімет порталын қолдану бойынша ол жерлерде, аудандарда, ауылдық жерлерде балабақша, мектепте барлық жалпы қамтылып. Дегенмен де біздің жалпы азаматтар сол баяғыша электронды қолжетімді қызметтер үшін сол халыққа қызмет көрсету орталықтарына бару әдетінен әлде арыла алмай келе жатыр.
сонымен қатар мынау таныс іздеу, Иә. ағайын іздеу деген сияқты тез шешіп алсам, бірақ оны үйінде отырып, жаңағыдай болмаса мобильді телефонын пайдалана отырып алуға болатын қызмет. Соның салдарынан мынау көмекші дейміз ғой, делдал, помогайка. Иә. Сондай азаматтардың қызметі мысалға Көлеңкелі экономика, иә. Дегенмен біздің Қызылорда облысында бұндай фактор тіркелмеген, алайда басқа өңірлерде осы азаматтардың сол таныс іздеу, соған байланысты сондай азаматтардың қызметі қазір бар. Және де күннен күнге мемлекеттік қызметтер электронды түрде қолжетімді болып келе жатыр. Оған мемлекет нақты жұмыс жасауда. Иә, жаңа өзіңіз айтып кеткенсіз, сіздің сөзіңізді қоштай отыра, елбасының өзі 2019 жылға мемлекет тарапынан көрсетілген қызметтің барлығын 80% электронды түрде болу керек. Бұл электронды форматқа көшуінің негізгі себебі деді, жаңа автоматтандыру арқылы сіз айтқан жаңа ортадағы көмек беруші делдалдар, сыбайластық, жемқорлық фактілерін төмендетуге алып келеді деді. Тұрмыстық жемқорлық деңгейін төмендетуге. Дұрыс айтасыз. Елбасының тапсырмасына сәйкес тиісті жұмыстар қазіргі таңда атқарылуда. Бұны алдында айтып өттім. Бұл енді бір ғана мемлекеттік істер агенттігінікі емес, сонымен қатар барлық атқарушы органдардың қызметі, оның ішінде үкіметтік емес ұйымдар бар, солардың азаматтарға арналған үкімет корпорациясы бар. Еліміз бойынша жалпы 2018 жылы 65% мынау мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміндегі қызметтердің 65% электронды түрде қолжетімді болған. Яғни қазіргі таңда зерделеніп осы қызметтер кейбір қызметтердің, яғни қағаз түрінен электронды түрге ауыстыру деген сияқты, кейбір қызметтерді мынау бір өтініш негізінде, яғни бірнеше қызметті бір өтініш негізінде алуға болатындай етіп, солай жасау мәселелері қазір қолға алынуда. Енді 65%, және 80%-ға 15%. Дегенмен де осы 2019 жылдың аяғына қарай біз осы межені жетеді деп ойлаймын Қазақстан Республикасы. Оның ішінде Қызылорда облысында мысалға 2018 жылы 83% мемлекеттік қызметтерді азаматтардың алу үлесі 83% болған. Бұл 17 жылмен салыстырғанда 43%-ға артып отыр. Яғни 2017 жылы 40 қана пайыз болса, былтырғы жылы 43%-ға өсім көрінді. Яғни күннен күнге азаматтар электронды қызметтерді алу үлесін асырып келе жатыр деуге болады. Енді жаңа өзіңіз айтып кеткендей, осы электронды қызмет көрсету, халыққа қызмет көрсету орталықтарында адам жұмысқа тұру барысында, енді бұл менің ойым негізінен қажет емес құжаттар көп болып кеткен сияқты бізде. Мысалға жаңағы өздеріңіз айтқан адрестік анықтама. Одан кейін 086 мет несі бар, анықтамасы бар, және де 063 мет анықтамасы бар. Одан кейін жұмысқа кіретін азамат міндетті түрде туберкулезге қарсы, туберкулездік неде жаңағы тіркеуде жоқ, одан кейін наркологиялық тіркеуде жоқ, одан кейін психдиспансерде тіркеуде жоқ деген құжаттар жинайды. Сонда қарайтын болсақ, 086-ден өтетін кезде бір аралап шығады медкабинеті, 063 өтетін кезде тағы бір аралайды, және де жеке қосымша инстанцияларды тағы да бір аралайды. Осыған келетін болсақ, осылардың қажеттілігі бар ма? Бұл ретте расында осы 2018 жылдың қорытындысымен өткен агенттік алқа мәжілісінде агенттік төрағасы Әлік Жатқанбайұлы Шпекбаев нақты тапсырма берілді. Яғни осы анықтамаларға зерделеу жұмыстарын жүргізіп, қажет емес анықтамаларды жалпы қолданыстан шығарып тастау жөнінде. Бұл ретте сіз айтып өткен 086 анықтама, енді кейде мысалға жұмысқа тұру кезінде осы 086 анықтамасы сұралады. Жалпы ол бұл ретте де жаңағы көлеңкелі экономика, яғни көлеңкелі бизнес, яғни анықтаманы сатып алу мәселелері бар. Бұл да ешқандай кепіл бермейді адамның денінің саулығын, немесе қателеспесем, жыл басынан бері осындай 3 факт анықталды. Мен қателеспесем, енді бұл қосымша қаражаттарымыз, бірақ осындай анықталған тұғын. Жалпы енді қазіргі таңда зерделеу жұмыстары жүргізілуде, бірнеше анықтамалар бойынша. Осы бірінші тоқсанның соңына қарай мүмкін оның қорытындысы шығып қалуы күтілуде. Және де айтып өткен жаңағы психоневрологиялық және тубдиспансер және наркологиялық анықтамалар бойынша бұл анықтамалардың қазір толығымен электронды форматқа көшірілді. Яғни жаңағы Алматы мырза айтып өткен Telegram бот арқылы да, e-gov порталы арқылы да осы 3 анықтаманы алуға болады. Ол жаңағы ұйымдарға бармай-ақ осындай мүмкіндік ие болып отыр азаматтар қазір.
Рахмет. Расында да жұмысқа орналасқан кезде жаңағы бір кабинетті бірнеше қайталап шығу, ол қазіргі заманда ең қымбат дүние ол уақыт болғандықтан уақыттың үнемдігін кері әсер тигізуде. Және де енді осы саланы дамыту үшін Қазақстанда дейік, Қызылордада, оның ішінде осы ақпараттық кеңістікті дамыту үшін қандай жұмыстар атқару керек? Мысалға айтатын болсақ, біздің қаламызда қызмет атқарып жүрген бір такси жүйесінің өзі қаламыздың картографиясын дейміз, топографиялық орналасуын барлығын өте жақсы орындап берді. Және де оған мемлекет тарапынан бір теңге қаражат жұмсалған жоқ. Осындай игі бастамаларды тек мемлекет тарапынан күтпей, жеке кәсіпкер де өз ретінен бастаса да болады. Енді мен сіздерден сұрағым келіп жатқанымыз, саланы дамыту үшін қандай амалдар жасауымыз қажет? Мына сіздің айтып отқан бағдарламаңыз Яндекс Такси, бұл дүниежүзілік компаниялардың бірі болып есептелінеді. Бұл мемлекет тарапынан ақшасы сұрамайтын себебі ол жалғыз Қызылорда өңірінде емес, бүкіл Қазақстан өңірінде бүкіл топографиялық, картографиялық, бүкіл посткеңестік өңірдегі барлығын сызып берді осы қазір. Себебі ол мекеменің өзіне қажетті болғандықтан ол осы картографияны сызып отыр. Ол сызғанда оның адамдар бір осы жерге келіп, түсіріп, оны жүрген емес. Мына таксиде геолокационный программа бар. Такси қай жерге барды, сол жерден әрқайсысы сызып отырады. Ол картографияны сызып көрсетіп отырады. Және бұл саланы біздің нарықты дамыту үшін біріншіден менің айтарым жеке сектордағы және жас халықтың арасындағы білімдік компьютерлік сауаттылығын көтеру жөнінде. Әрине екіншіден мына мемлекеттік қызметтердің, онлайн білетін қызметтердің түрлерін көбірек агитация жасау жөнінде. Оларға айта білу, сіз қызмет көрсету сон орталығына келіп емес, үйден отырып, бүкіл документтеріңізді тапсырып, бүкіл қызметтерді ала беруіңізге болады деп көрсетіп беруді сол жөнінде ойлаймын. Және де жастардың арасында осы саланы дамытудың мағынасы. Бізде жастар көбінесе гуманитарный салаға көп барады, IT-технологиядан көбісі түсінбегендіктен олар ойлайды өте қиын нәрсе деп. На самом деле келгенде IT-технологияда именно бағдарламалау тілдерінде ең оңай мамандықтардың бірі болып есептелінеді. Орысша айта өтірейін, бір қысқаша сөз. Самый лучший программист в мире – это ленивый программист. Сол сияқты. Өте жақсы мамандықтардың және жақсы саланың бірі болып есептелінеді. Жақсы бір қызмет жақсы атап өтті. Осы кез келген жаңа дүние әкелгің келсе, оны шешімін бір еріншек адамға бер дейді, маманға бер дейді. Сол еріншек маман барлығын автоматтандырып, бір орында отырып, соны өзіме өзі жұмыс жасайтын қылып жасап береді деп айтады ғой. Сол бағыттағы айтылған сөз. Енді дегенмен қазіргі таңда Қызылорда облысында осы жүзеге асырылып жатқан жобалар жаңа атап өттім. Осы бағытта әрине біздің Сыр өңірінің басшысы Қырымбекұлы осы көптеген цифрлық технологияларға сәйкес көптеген мамандарды осы араға шақырып, осы жерге жұмыстарды жүзеге асыруға тапсырмалар беріп жатыр. Қазіргі таңда енді жақында ғана осы IT эшелон мектебін, яғни бағдарламалық мектебін ашқан есебінде жасадық. Жалпы бұл веб-разработчик, енді разработчик деп атаймыз. Жалпы балдар, студенттер бір жерде жиналып, яғни IT-парк базасында жиналып, өздерінің қызметтерін, IT-ге қызығушылығын, ол мейлі басқа мамандық болсын, ол мейлі айтамыз ғой, сварщик болса да жақсы маман бол дейміз ғой. Сол сияқты әртүрлі маман болса да, жалпы бірақ қызығушылығы бар. Сол IT бағытқа бірдеме істегім келеді, сол бағытта бірдемені жүзеге асырғым келеді деген сияқты қызығушылығымен келген балдар сол IT парк аясында қазір онлайн түрде және әр сенбі сайын офлайн ретінде мынау Яндекс Mail компанияларынан келіп, осы жерге Қызылорда өңіріне келіп, солар офлайн түрде өздерінің сабақтарын өткізетін болады. Міне сол бағытта қазіргі таңда 200-ге жуық бала оқуды бастап кетті. Осы бүгін екінші сабағы болады. Міне осы тұрғыда біз көріп жатырмыз, кеше студенттер, оқушылар 14 пен 35 жасар аралығында ол жерде яғни жас мамандарда бар жүрген. Жалпы студенттер, кеше ғана оқушылар және сәбилер үйіндегі жаңа балдар бар, олардың барлығы келіп сол IT бағытында біз жалпы программалау, болмаса веб-разработка қатты бір үйреніп біліп кетеміз деген ойда емес. Жалпы
адаммен танысып, адаммен білісу, және өз ойларымыз, кейде бір идеялар болады, сол идеяларына команда ретінде жұмыс жасап кетсек деген оймен келіп жатқандар бар. Мысалы, біреуінің идеясы болады, бірақ біреуі жақсы разработчик, бірақ ол идеясы болмайды. Не істеймін, не қоямын деп, бірақ әйтеуір программаны жақсы жазады. Біреуі болады, программа жаза алмайды, бірақ идеясы мықты. Анау Стив Джобс та сондай ғой, енді идеясы мықты, алдыға қарай не қылады, бірақ қасында разработчигі болды. Сол екеуі көптеген үлкен макинтоштарды жасап шығарды. Сол сияқты бізден де осы IT парктен де сондай жастардан жақсы мамандар шығады деп ойлаймыз. Құдай қаласа, енді сол бағытта жұмыстарды барынша күш салып жасап жатырмыз. Рахмет. Жалпы енді бұл өңірімізде цифрлық бағдарлама, оған байланысты біраз жұмыстар атқарылуда. Айтуға болады, кәсіпкерлерге арналған геоақпараттық онлайн сервис, тиісті жер учаскесін бөлу бойынша жақында онлайн аукцион бізде өткізілді, кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығында. Одан бөлек әрбір мемлекеттік органда балабақшалардың өзінің онлайн сервистері қолданылуда. Мәметов атындағы гуманитарлық колледжде e-колледж жүйесі қолданысқа енгізілді. Бұл айталық студенттердің жатақханаға тіркелу, орын алу, өзінің күнделікті сабағын бақылап отыру деген сияқты қызметтер. Одан бөлек құрылыс бақылау саласында техсмарт жүйесі қолданысқа енгізілді, яғни құрылыс нысандары бойынша есептіліктерді сол уәкілетті органға бармай онлайн ретінде, онлайн негізінде тапсыру бойынша. Осы сияқты көптеген жалпы жұмыстар атқарылған. Алдағы уақытта да атқарылады деп сенеміз. Жаңағы қоса кетейік, e-колледж осы айта кету керек, осы Қызылорда облысындағы Қорқыт ата мемлекеттік университетінің бағдарламашысы Тёқбаев мырзаны айттық. Сол кісінің авторлық құқығы бар осы бағдарлама. Яғни айтайын дегенім, жалпы сырттан емес, осы іштен, өзіміздің Қызылорда өңірінен де осындай әлекеңдер сияқты разработчиктер өздері жасап шығарған дүниелерін біз қолдап, соларды жүзеге асырып осы өңірімізде қолдансақ, және соларды әрі қарай дамытсақ, міне сол кезде бізде үлкен жоғары биіктерге шығуға мүмкіндігіміз жоғары. Рахмет. Расында да сырттан маман іздемей, іштегі мамандарды тәрбиелеп, сол деңгейге жеткізу, ол негізінен келген кезде біз өзіміздің барлықтарымыз мүддеміз деп айтуға болады. Құрметті көрермендер, бүгінгі бағдарламада қозғалғандай цифрлы технологияларға өту ол заман талабы. Және де бүгінгі заманның талабы емес, ол кешегі күннің заман талабы. Егер де біз ертеңгі күнімізге нық қарағымыз келетін болса, онда осы технологиялардың барлығын барынша игергеніміз дұрыс. Жас ерекшелігі, ұлт ерекшелігі, әлеуметтік статустың ерекшеліктеріне қарайтын дүние емес. Бұнда барлығы тең. Онлайн жүйеге кірген кезде барлығымыз теңбіз, және де барлығымыз тең құқылы қабылдап, соны қолдана аламыз. Ақпараттық қоғамды дамыту, адами ресурстарды дамыту екені белгілі. Сондықтан еліміздің экономикасы ашық, қолжетімді және бәсекелестікке қабілетті болу үшін аталған бағдарламаның зияткерлік жүйелерін экономиканың түрлі салаларына барынша көптеп енгізу қажет. Осы тұрғыда бүгін өз ойларыңызды ортаға салғандарыңыз үшін сіздерге рахмет. Бұл ақиқат алаңы. Ел аман, жұрт тыныш болсын.